Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Аружан. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен фруктовая нарезка рецептін жасалу жолдарын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай алманың түрлерін таңдап алсаңыздар, мен сары алма және қызыл алма түсін таңдап алдым. Ең алдымен алмамыздың ортасынан бөліп, ұсақ қылып турап аламыз. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай турасаңыздар да болады. Екінші бізде апельсинді де ортасынан бөліп, ұсақ қылып турап алдым. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай дөңгелек қылып турап алсаңыздар да болады. Немесе гүл тәрізді қылып, әртүрлі қылып жасасаңыздар болады. Мен алмаларымды жүрек тәрізді қылып жасадым. Видеода көріп тұрғандарыңыздай апельсин араларын ашып әдемілеп қойып қойдым. Өздеріңіздің қалауларыңыз қалай әртүрлі қылып жасасаңыздар болады. Енді кезекте бізде алмұртты дөңгелек тәрізді қылып турап алдым. Өздеріңіздің қалауларыңызға қалай қақ ортасынан бөліп жасасаңыздар да болады. Маған осы дөңгелек тәрізді жасаған түрі ұнайды. Видеода көріп тұрғандарыңыздай мандариндерді мен біреуінің сыртын ашып гүл тәрізді қылып жасадым, ал екіншісін сыртын ашпай 7 бөлікке бөлдім және оны ашу арқылы қабықтарын гүл тәрізді қылып жасап алдым. Одан кейін біз кивиді видеода көріп тұрғандай үшбұрыштап кесіп аламыз. Кесіп алғаннан кейін өзі тартқан кезде дөңгелек гүл сияқты болып шығады. Ең соңында сахарный пудраны бетіне сеуіп шығамыз. Сіздерге ұнайтынына толықтай сенімдімін. Өте дәмді болып шығады. Сіздермен болған Аружан. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар лайк басып, каналға тіркеліп, пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Әлі де видеолар болады.